Бүгінгі біз сіздерді жинап отырғанымыз бізде отбасылық жағдай бойынша сіздерге кішкене түсіндірме берейік деп отырмыз. Бізде қазір әйел мен еркектің күйеуінің арасында көптеген жағдайлар бар. Бір-бірін ұрсады, төбелеседі. Кейбір кезде білесіздер, ер азаматтың күші мықты әйелден. Көптеген еркектер әйелдердің солы, көп әйелдер өздерінің ішіндегіні айта алмайды. Сонымен арты жаман жағдайға келеді. Жетісу облысы полиция департаментінің бастамасымен өңір аумағында Қазақстан Республикасының құқық бұзушылықтың алдын алу туралы заң аясында мобильді топтардың жұмысы енгізілуде. Бұл бастаманың негізгі мақсаты қоғамда қауіпсіздік мәдениет қалыптастыру, азаматтардың құқықтарын қорғау және құқық бұзушылықтардың алдын алу. Іс-шаралар барысында мамандар виктимологиялық, профилактикалық жүргізеді. Яғни азаматтарды ықтимал құқық бұзушылықтардың қорғау және олардың құқық бұзушылық құрбанына айналу қаупін азайту бағытында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. В стрессовых ситуациях уже сильно думать не получается. И выходит так, что действительно самый рабочий вариант – это удар в пах получается. По-другому человек, если, как говорится, выше, сильнее, больше, это уже смысла нет пытаться драться или что-то там еще попытаться сделать. То есть, допустим, если человек с ножом сверху начинает наносить удар, то у нас вообще в карате, я занимаюсь карате, есть специальные блоки. То есть, если подставить руку вот в наклоне, не над головой, естественно, а чуть-чуть взять расстояние между головой и руку в наклоне, то эта рука, если ее крепко держать, эта рука просто с ножом пройдет мимо. Мобильді топтарды енгізу туралы қызметтер мен ұйымдардың күшін біріктіріп, құқық бұзушылықтардың алдын алу жұмысын тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. Біздің басты мақсатымыз азаматтарға дер кезінде қолдау көрсетіп, қоғамда тұрақты қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыру деп атап өтті Жетісу облысы полиция департаментінде.